Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен Қазақстанның ежелгі тарихына шолу жасайтын боламыз. Ежелгі Қазақстан тарихын дұрыс түсіну үшін мына сұрақтарға жауап бергеніміз дұрыс болады. Бірінші, ежелгі Қазақстан тарихы нені оқытады? Екінші, ежелгі дәуірдің қандай кезеңдері бар? Үшінші, тарихта уақыт қалай есептеледі? Және төртінші, өткен өмірді біз қалай анықтап білеміз? Соңғы, археология ғылымы нені зерттейді? Ендеше бірінші сұрағымыз Қазақстанның ежелгі тарихы нені оқытады? Қазақстанның ежелгі тарихы тас ғасырынан бастап біздің дәуіріміздің 5 ғасыр аралығындағы тарихты оқытады. Осы кезеңдегі археологияны, қазақ жерін мекендеген ежелгі адамдардың өмірі мен тіршілігін, болған оқиғаларды баяндайды. Сондай-ақ адамдардың тұрмыс тіршілігін, шаруашылығын, мәдениетін, наным-сенімін, дүниетанымын оқып білетін боламыз. Ертеде өмір сүрген тайпалардың саяси өмірімен, саяси бірлестіктермен танысамыз. Қазақ жерін мекендеген тайпаларды өзге көрші тайпалармен қарым-қатынасы, мәдени байланыстары қамтылатын болады. Екінші сұрағымыз, ежелгі дәуірдің қандай кезеңдері бар? Ежелгі дәуір тарихын кезеңдерге бөлудің бірнеше түрі бар. Осылардың ішінде ең көп қолданылатыны археологиялық тәсілдер негізінде кезеңге бөліну. Археологияда адамзат тарихының дамуы олардың еңбек құралдарын жасаған негізгі материалының атауына байланысты кезеңге бөлінеді. Мәселен, құралдар тастан жасалған кезең тас дәуірі, қоладан жасалған кезең қола дәуірі, темірден жасалған кезең темір дәуірі деп аталады. Енді осы кезеңдердің уақыт аралығына келетін болсақ, тас дәуірі немесе тас ғасыры палеолит, мезолит, неолит және энеолит деген кезеңдерден тұрады. Жалпы алғанда бұл біздің заманымыздан бұрынғы 2,6 миллион жыл мен біздің заманымыздан бұрынғы 3 мыңжылдық аралығын қамтиды. Қола дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 2-1 мыңжылдықтың басы аралығын қамтыса, темір дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 1 мыңжылдықтың басы мен біздің заманымыздың 1 мыңжылдығының орта шеніне дейінгі аралықты қамтып жатыр. Үшінші сұрақ, тарихта уақыт қалай есептеледі? Кез келген тарихи оқиғаның құбылыстың уақыты бар. Тарих ғылымы осындай өткен оқиғалардың уақытын көрсетуге белгісіз болған жағдайда шамамен анықтауға тырысады. Тарихи уақытты көрсетуде күні, айы, жылы, ғасыры, мыңжылдықтары сияқты өлшемдер қолданылады. Тарих ғылымында жылдарды араб сандарымен, ғасырларды рим сандарымен беру қалыптасқан. Біздің жыл санауымыздан бұрынғы уақыт біздің заманымыздан бұрынғы деп айтылады, және ол Б деп қысқартылып жазылады. Мысалда көрсетілгенде, егер сіздер тарихи оқиғаның ғасырын анықтағыларыңыз келсе, бар болғаны оған бір санын қоса саласыз. Мысалы, 1465 жыл болса, 14-ке 1-ді қосамыз, сонда ол 15 ғасыр. 552 жыл ма, онда 5-ке 1-ді қосамыз, 6 ғасыр. Тура сол секілді жылға 1-ді қосу арқылы ғасырын анықтап алуымызға болады. Ескере кететін бір жайт, тарихта жыл санаудың көптеген түрлері болғанмен, біз Григориан күнтізбесін қолданамыз. Сол себепті де басқа күнтізбелер бойынша жылдар мүлдем басқаша болуы мүмкін. Күнтізбелердің әртүрлі болуы олардың жыл санауды қай кезеңнен бастағанына байланысты. Мысалы, Григориан күнтізбесі бойынша жылдың басы Иисус Христостың дүниеге келуімен басталады. Келесі сұрағымыз, өткен өмірді біз қалай анықтап білеміз? Тарихи оқиғаларды білу үшін түрлі деректерге сүйене отырып зерттеу жүргізіледі. Ондай деректерді заттық деректер, жазбаша деректер, ауызша деректер деп негізгі 3 топқа бөліп қарастырамыз. Келесі сұрағымыз, археология ғылымы туралы не білеміз? Қазақстанның ежелгі дәуір тарихына қатысты құнды мағлұматтарды археология ғылымы береді. Археология грек сөзінен аударғанда архаос ежелгі, ескі, логос ілім деген мағынаны білдіреді. Археология тарих ғылымының көне дәуірі мен орта ғасырларындағы адамзат қоғамы дамуының заңдылықтары мен негізгі кезеңдерін зерттейтін сала. Ол тарихты зерттеуге қажетті аса құнды заттық деректермен қамтамасыз етеді. Археологиялық ескерткіштер деп ежелгі адамның өмірі мен қызметінің іздері бар орындар мен ерте замандардан қалған бұйымдарды айтамыз. Олар көне дәуірдегі адамдардың өмір тіршілігі, әдет-ғұрпы, салт-санасы, тұрмысы жайлы ақпарат береді. Сондай-ақ діни көзқарастары, дүниетанымы және олардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы мәліметтер алуға болады. Археологиялық ескерткіштерге ежелгі тұрақтардың, қалашықтардың, қорғандардың, бекіністердің, ежелгі кен өндірістерінің қалдықтары, ежелгі қорымдар жатады. Оған қоса тас мүсіндер, жартастағы бейнелер және жазбалар, еңбек құралдары, қару-жарақ, әшекей түрлері де қамтылады. Тарихи дәуірде болған қалалар мен бекіністердің қираған орны топыраққа көміліп, орнында бірнеше қабаттан тұратын төбе пайда болады. Мұндай қатпарлар мәдени қабаттар деп аталады.
Қазақстанның ежелгі тарихын оқи отыра сіздер Орталық Азия аймағындағы мынадай алғашқы тайпалық бірлестіктер туралы ақпарат аласыздар. Сақтар, үйсіндер, қаңлылар, сарматтар және ұғындар туралы. Сонымен біз сіздермен бүгін Қазақстанның ежелгі тарихына шолу жасадық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.